Арма тарихы терең қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқызы. 1400 бейне бақылау камерасы, 19 интеллектуалды қиылыс, 58 стационарлы жылдамдық өлшегіш қондырғы, 20 сергек қорғау мобильді қосымшасы орнатылмақ. Жауаптылардың айтуынша, бұлардың барлығы шаһардағы қылмыс деңгейін төмендетіп, топтық төбелестер мен шамадан тыс жылдамдықты асырушыларды азайтуға мүмкіндік бермек. Камералардың көптеп орнату, сол арқылы түрлі қылмыстардың, заң бұзушылықтардың алдын алу мәселесі облыс әкімінің төрағалығымен талқыланды. Қазіргі таңда қалада жедел басқару орталығына қарасты 272 бейнебақылау камерасы, 20 аркан стационарлық жылдамдық өлшегіші, 5 интеллектуалды қиылыс орнатылған. Аймақ басшысы цифрлық технологияларды енгізу, сервистерді оңтайландыру бірінші кезекте жазалау құралына емес, тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға және қауіпсіздіктерінің қамтамасыз етуге бағытталуы керек дейді. Қосымша бұл арқылы біз бір қаражаттау салықты ұлғайтайын деп отырған жоқпыз. Ең бірінші мәселе ол енді қауіпсіздік мәселесі. Қауіпсіз аймақ болуымыз керек. Бұл ауылдарда да, аудандарда да, орталықтарында, қалада да қала қауіпсіз болу керек. Оған осының үлкен шынында да көмегі, есептігі тиеді. Өйткені камера тұрғаннан кейін адам ондай әрекеттерге бара бермейді. Ол бұдан былай ол тазалыққа да үлкен көмегі болады. Ол айыппұл салынады, ол анықталғаннан кейін оған да бармайтын болады. Мына қаладағы дүниелерді бүлдірмейтін болады, ұрлық азаяды, тазалық та дұрыс қалады. Бұның көп нәрсеге шын айту керек, септігі тиеді. Ең негізгісі сол адамның амандығы керек бізге, сол қауіпсіздікті қамтамасыз етуіміз керек. Адам көп қылмысқа бармайды. Жыл басынан бері аркан құрылғысы арқылы жылдамдықты асырған 6514 көлік иесіне 75 миллион теңге айыппұл салынған. Сондай-ақ бейнебақылау камералары арқылы 46 қылмыс ашылған. Біздің мақсатымыз осы өңірді, аймақты қауіпсіз аймаққа айналдыру. Енді бірінші кезекте бізде сол облыс орталығы мен аудан орталықтарында осы жұмыстарды жүргіземіз. Ары қарай жайлап енді ретімен мүмкіндікке қарай ауылдарға да, елді мекендерге де бір барар кезінде. Бірінші кезекте біз қазір осы жұмысты шешуіміз керек. Көп ойландық, көп зерттедік, өйткені бізде тектен-тек қаражатты жұмсағымыз келмейді. Сонымен қатар жедел басқару орталығын қайта жаңғырту жоспарлануда. Сондай-ақ жоба бойынша демеушілік есебінен тұрғындардың игілігі үшін халық көп шоғырланатын қоғамдық орындарды тегін Wi-Fi желісімен, интеллектуалды көлік жүйесімен және IT парк ғимаратын заманауи техникалармен жабдықтау жоспарланып отыр. Ендігі тағы бір мәселе мен өзімізге баяндадым. Мынау біздің сол жедел бақылау орталығы бізде ескірген. Ол жерде қазір ондай мүмкіндіктер аз. Қазір мынанша қаражат бөліп оны орнатып, оны іске қосқаннан кейін оған мына біздің басқару орталығы тиісінше сәйкес келу керек. Қазір соны жобалау сметалық құжаттарға ақша бөлінді. 28 миллион жер қазір бөлінді. Сол жағалаудан. Енді соны тездетіп қазір дайын болса, жоба сметалық документті соны тездетіп салуға, нені қосуға. Айта кетейік, бұдан былай сергек қорғау мобильді қосымшасы арқылы жол патрульдік полиция қызметкерінің планшетінде көлік және жүргізушінің барлық деректері, яғни жүргізу куәлігі сақтандыру, техникалық байқау құжаты, мемлекеттік номер, түрлі бұзушылықтарды қолжетімді болады. Бұл жол көлік ережелерінің қатарынан бірнеше рет бұзу фактілері белгілі болғанда 5 минут ішінде қауіпті жүргізуші статусын анықтауға және көлікті оперативті түрде ұстауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы бас қолбасшысының кадрлар және әскери білім басқармасының бастығы, 5547 әскери бөлім қызметкерлері, ұлттық қызмет комитеті шекара қызметінің өкілі, ұлттық ұланың ардагерлері кеңесі, салауатты өмір салтын қалыптастыру мамандығы қауымдастығының бірлестігінің қатысуымен адам болу қасиет, азамат болу міндет, патриот болу парыз тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Басқосуда төл тарихымыздың ұлы құндылықтарын қастерлеу, ұлттық мүддеміз бен қазақстандық отансүйгіштігін нығайту, жастарымызды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеудің орны мен маңызы туралы айтылып, жастарды елдік,
отандық рухта тәрбиелеудегі рөлін ашып көрсетілді. Қазақстан Республикасының президенті елбасының тапсырмасымен біздің қаңтар оқиғасынан кейін ұлттық ұланға қызмет атқаруға келісімшарт әскери қызметкерлер бөлінген. Соларды қазір іріктеу жұмыстары жасап жатыр. Сол жайында өткізіп жатқан іс-шараларымыз. Біріншіден солармен жабдықтау, екіншіден Қазақстанның қазір жаңа Қазақстан болып құрылып жатыр ғой. Сол жаңа Қазақстан болып құрылуына атсалысу. Қазақстанның батырларын, ертеңгі күні ел қорғайтын азаматтарын тәрбиелеу, жаңғыру, сол саласында істеп жатқан іс-шараларымыз. Жастардың білімі мен баянды болашағы қай кезде де қоғамды көп толғандыратын мәселе болған. Елдің ертеңгі іргесі берік болу үшін бүгінгі жастар сапалы білім алып, білікті мамандар қатарын толықтыруы керек. Сүйеніш Каренов, Ерқанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Таза Қазақстан, таза аймақ науқан аясында Әйтеке кентінің Жеңіс саябағы аумағында тал көшеттерін отырғызу және тазалық жұмыстары қарқынды жүргізілу үстінде. Әйтеке кентінің Жеңіс саябағы аумағында тал көшеттері, алуан түрлі гүлдер отырғызу және тазалық жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар барлығы 45 көше аяқ су арықтарымен қамтылған. Оның ішінде 13 көшеге су өз аяғымен беріледі. Қалған 32 көшеге 5 дана электрлі насостар арқылы су жіберілмек. 5-ші квартал аумағында аяқ су арықтарының болмауы салдарынан диаметр 110 мм болатын, жалпы ұзындығы 4,8 км пластик труба арқылы 6 көшеге аяқ су жіберілуде. Әрбір үйдің тұсына арнайы қондырғы қалдырылған. Аталған аумақта 165 канал орналасқан. Сондай-ақ Әйтеке кентінің абаттандыру, көркейту, көгалдандыру жұмыстары бойынша намыс құрылыс мекемесімен келісімшарт жасалған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан халқына жолдауында таза Қазақстан акциясы аясында бірге таза аймақ үшін акциясы қазір таңда жүріп жатыр. Біздің орналасқан жеріміз Жеңіс Әйтеке кентінің орталығы, Жеңіс паркінің ауласы. Осы еліміздің президентінің үндеуін жалғастыра отырып, бүгінгі таңда осы аулаларда, көшелерде, парктерде, скверлерде тал көшеттерін отырғызып жатырмыз. Қазіргі таңда Әйтеке кентінің орталығында 45 көшеге аяқ сумен қамтылған, оның 13-іне өз аяғымен барады. 32 көшеге насос арқылы су жеткізіліп отыр. Алдағы уақытта осы жұмыстарды ұдайы жалғастырып отыра береміз. Барша қазақстандықтарды осы жасыл екпеге, оны қорғауға, алдағы уақытта оны егіп дамытуға, үлкен үлес қосуға шақырамын. Әйтеке кентінде аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаевтың тапсырмасымен 2 айлық тазалық акциясына байланысты әр сенбі сайын Қазалы ауданымызда жаппай тазалық жұмыстары ұйымдастырылды. 7 аймаққа бөлінген тазалық жұмыстары өз деңгейінде өтіп, ауданымыз жаңара түспек. Бүгін аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаевтың тапсырмасымен 2 айлық тазалық акциясына байланысты әр сенбі сайын Қазалы ауданымызда жаппай тазалық жұмыстары жүргізілуде. 7 аймаққа бөлінген тазалық жұмыстары өз деңгейінде өтіп, ауданымыз жаңғыра түсті. Тіпті арнайы техникалар рұқсат етілмеген аймаққа төгілген қоқысты тазалауға жұмылдырылды. Қазір енді 1,5 айдың ішінде қаншама кентіміз көркейіп қалды, тазарып қалды. Тұрғындарға түсіндіріп айтып жатырмыз, әркім өзінің үйінің 5 метр жерін жолға дейін таза ұстасын, көше бетін әрлесін, сырласын, тазартсын деп. Сондықтан біз енді мына президенттің таза Қазақстан бағдарламасын қолдаймыз. Мына енді бүгін қазір көктем келді. Құрметті тұрғындар, бәріміз бірлесіп жұмыс істейік. Мына осындай тазалықты қарайық, сақтайық. Тазалық денсаулық кепілі дейміз, бірақ табиғат тынысын ашып берген мекеме, балабақша, мектеп ұжымдарының еңбегін халық бағалап жатыр ма? Әр сенбі сайын жүргізілген тазалық жұмыстарының нәтижесін Қуаныш Әбдіраман бөлісті. Енді халыққа айтатыным 11-12 учаскенің тұрғындарына
субботник жасап жатырмыз. Енді қанша жасап кетіп жатсақ та тұрғындар түсінер емес. Менің айтатыным 11-ші, 12-ші, 13-ші жасың тұрғындарына осы біздің ағайындарының осы істеп жатқан еңбегін бағалап, көшемізді таза ұстаса екен дейміз. Соған мен барлықтарыңды шақырамын. Таза Қазақстан, таза аймақ экологиялық науқан аясында жүргізілген сенбілік жұмыстары өз дәрежесінде өтіп жатқаны қуантарлық жайт әрине. Бірақ қала тұрғындарының да тазалық акциясына бір кісідей атсалысқаны нұр үстіне нұр болмақ. Зарина Оңалқызы, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемінде серіңізге айналсын.